Таба білгенге әрбір жәндіктен пайда табуға болады. Мәселен, оралдық азамат кәдімгі жауын құртының өзінен табысқа кенеліп отыр. Көрейік. Топырақтың арасынан осындай жәндік көрсек, тезірек құтылғымыз кеп тұрады. Иә, құрттан жұрт үрке қарайды. Расыменде түрлері сондай суық, жыбырлаған сайын денең түршігеді. Бірақ та осы құрт атауының әлемін қызықтап, пайдасын көріп жүрген жандар біздің батыс өңірінде де жоқ емес. Таңмен таласа жағымсыз көрініс көрсетті демеңіздер, есесіне құрт атауының қыр-сырын ашатын боламыз. Валерий Көкіректің күні осы құрттармен өтеді. Оның айтуынша жауын құрты нағыз кәсіптің көзі. Тек күтіп баптау қажет. Бір қарағанда құрт өсірудің еш қиындығы жоқ сияқты. Дегенмен бұл жәндік тіршілік ететін топырақты жиі қопсытып, ылғалдандырып тұру керек. Он весит 2-3 грамма сам. За сутки он... Әр құрттың салмағы 2 грамм. Бұл жәндік қоршаған ортаға ең пайдалы жаратылыстың бірі деп есептеймін. Ерте тұрып балалармен топырақ арасынан құрт жинауға кірісеміз. Олардың өзге мекен іздеп кетпеу үшін барымызды саламыз. Себебі құрт өте жылдам жәндік. Көпшілік жауын құртын тек балық шаруашылығына қажетті деп қателеседі. Бұл құрттар қай шаруашылыққа болмасын құнарлы күй сыйлайды. Иісі де, дыбысы да шықпайды. Ешқандай зияны жоқ. Есть возможность хорошего перерабатывать и эти же земли удобрять. Еңбекқор азамат нәрлі топырақ өңдеп шығаратын бұл құрылғыны да қолдан жасапты. Әлеуметтік желіден құрастырудың әдісін қарап, іске жарамды осындай дүние шығарған. Бұл құрттардың жейтін тағамы органикалық қалдықтар. Ағаштан түскен жапырақ 4 түлік малдың қиымен де қоректенеді. Қызыл құрттар кез келген қалдықтарды жеп, ішінен өңдеп, бізге биологиялық тыңайтқыш жасап береді. Мұны топыраққа сеуіп шашатын болсақ, егістіктің өсуін 2-3 есеге күшейтеді. Міне, көрдіңіз бе, калифорниялық қызыл құрттың кереметі қайда жатыр? Калифорниялық бұл құрттар біздің өңірдің климатына бейімделген екен. Жауын құрттары осылайша топыраққа ауа мен судың енуіне себепкер болып, шіріндіде ірі массаны өңдейтін көрінеді. Қала орталығынан қашық елді мекеннің бірінде таң осылай атады. Келешекте бұл жерде құрт шаруашылығы кең қанат жаюы әбден мүмкін. Мөлдір Латиф, Алтынбек Тынышқалиев, Әсем Өтеғалиева, арнайы Таңшолпан үшін.